Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен балмұздақ жасайтын боламыз. Балмұздақтың екі түрін жасаймыз. Біреуі пломбир дәмі бар, екіншісі шоколадты дәмі бар. Алдымен ыдысымызға сливкиді құйып аламыз. Мен 10% сливкиді пайдаландым. Негізі 33% сливкиді пайдаланған дұрыс. Үстіне сгущенка құйып, жақсылап араластырамыз. Үстіне бір қасық сахарный пудра салып, әбден араластырып аламыз. Осы араластырған массаны екіге бөлеміз. Екінші бөлігіне шоколадты ертіп қосып миксерлейтін боламыз. Менде осындай контейнер балмұздақ құятын, соның жартысына ақ пломбир дәмі бар балмұздақты құйдым. Екіншісіне шоколад дәмі бар балмұздақты құйдым. Енді тоңазытқышта 4-5 сағат ұстайтын боламыз. Мінекей қараңыздар, балмұздағымыз дайын болды, өте дәмді болды. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кеттіңіздер. Ас болсын.